Сіздерге 1,5 минутта тек кейбір адамдар ғана білетін, көпшілік білмейтін бір ақпаратты айтамын. Әдетте білетін кісілер неге сіздерге айтпайды? Себеп жоқ. Ал мен сіздерге айта аламын. Себеп неғұрлым көп кісі көрген сайын менің де ақпаратым жақсы болады, сіздер де пайдалы дүние аласыздар. Мен айтатын дүние қазір әрбіріңіздің қалтаңызға әсер етеді. Осы арқылы кейбіреулер қарыздарынан құтылады, ал кейбіреулер тіпті ақшасын жинап баюудан мүмкін. Сонымен қараңыздар, мына видеоны қарайтын болсақ, менің акцияларыммен жиналған ақшам $94,000 еді. Қазір примерно 40 күн өткен кезде сол акцияларына жиналған ақша $109,285 болып тұр. Екі ортада $15,000 плюстамыз. Примерно сол уақыттан бері 17% доллармен. Енді қарайық. Бұл жерде көбісі тек акциялармен ақша жиналады деп ойлауы мүмкін, бірақ акцияларды зерттемей-ақ жинауға болады. Қалай? Мынау QQQVOO деген ETF-тар, бұлар $600 тұрады. $600-ға бірден Американың 500 компаниясы алуға болады. Дәл осындай TQQQ дегендер бар, ол жерде $100-ға Американың 500 компаниясын алуға болады. Осындай ETF-тарға мен $25,000 салғам. Мына бір тағы ETF-тар бар, бұлар маған ай сайын пассив кіріс береді. Осы ETF-тарға мен $16,000 салғам. Жекеленген акциялардан келетін болсақ, мына Kaspi, Apple, Bank of America, Coca-Cola менің негізгі акцияларының бөлігі, және SPYD деген дивиденд беретін ETF. Бір қарағанда 4 әріптер қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұлардың барлығын примерно 2 сағат жұмсаған адам оңай түсініп алады. Содан кейін дәл осындай акцияның бағасы өскеннен пайда табуға болады, немесе мына мәзір дегенді бассақ, есептер мен құжаттар, ақша қозғалысы дегенді басамызда, мына жерде дивидендтар мен купондарды таңдасам, маған түсетін дивидендтар мен купондар. Мысалы, 6 мамыр $75 түскен, 5 мамыр $6,000. Ал енді көпшілік қай жерден қателеседі? Олар ойлайды, мен үздік акцияны таңдап алайын да, соған ақшаны салайын, бағасы қымбаттаған сатып жіберіп байын дейді. Ал тек бірен саран адам ғана білетін ақпарат үздік акцияны таңдау міндетті емес. Жақсы акцияны таңдасақ болады, бірақ соған ай сайын тұрақты инвестор салу. Мысалы, мына портфель күшті сияқты көрініп тұр, бірақ бұған жету үшін мен 8 жыл ай сайын инвестор жасадым. Оны қалай жасаймыз? Менің профилімде сілтеме тұр. Соны бассаңыздар, WhatsApp топ ашылады, соған қосылып қойыңыздар. 8 мамыр күні тікелей эфирға кіріп, 1,5 сағаттың ішінде сіздерге қалай жасауға болатынын көрсетеді.